Амансыздар ма? Қалдарыңыз қалай? Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздерде мынандай жағдай болады ма? Біреу сізді ренжітті, бірағында сіз айта алмайсыз, ішіңізден тынасыз, энергияңызды жоғалтасыз, басыңыз ауырады, жатып қаласыз. Содан кейін ешкім болмаған кезде жылап аласыз. Бүгінгі айтылатын тақырып именно осы адамдар туралы. Олар бестіктер. Кез келген айдың 5-і, 14-і, 20 күні туылған жандар Меркурий ғаламшарының астына дүниеге келген. Олардың жүректері өте нәзік, хрустальный шыны сияқты. Сондықтан да тез оларды ренжітіп алуға болады. Олар қандай адамдар? Оларда логика мықты жұмыс жасайды. Адамға жетістікке жетіп өте көп ақша табу үшін физикалық тұрғыда қара жұмыс бізге онда көп ақша алып келмейді. Егерде біздің умственный интеллект дейді ғой, тонкий интеллект зият ой өрісі бізде жұмыс жасаған кезде бізде потогымыз ашылып өте көп ақша алып келеді. Осы бесіктер туралы Сүтсай ғылымында айтылған мынандай бір сөз бар. Бесіктің тілімен жаратушы сөйлейді дейді. Сондықтан да егерде сіздің отбасыңызда осы бестік болатын болса, бақылап көріңіз, ол не айтады? Оны тыңдауға тырысыңыз, оны түсінуге тырысыңыз. Олар сөз көтере алмайды. Егерде ренжіген күнде де, мүмкін ол сіздің анаңыз шығар, мүмкін сіздің әкеңіз шығар, мүмкін сіздің балаңыз шығар. Ренжіген күнде де ол сіздерге айта алмайды. Бірақ минусовой энергиясы бар, плюсовой энергиясы тоже бар да. Минуста ол әр кезде жоқ деп айтады. Бір жаққа сен сұрандың ба, сенің әкең жоқ дейді. Бірнеке аламыз дедің ба, сенің мамаң саған жоқ деді. Егерде балаң мына бестік болатын болса, ол да саған жоқ деп жауап берді. Егерде бестік жоқ деп айтатын болса, демек ол минуста жүр деген сөз. Плюста бұл қандай адам? Плюста бұлардың логикасы мықты жұмыс жасайды, мықты коммуникация жасайды. То есть сізбен кездескен кезде бестік ол сіздің көңіл күйіңізге қарап тура сондай болмысқа кіреді и именно сізді копировать етеді. То есть как хамелеон сияқты да бұлар. Неге? Өйткені солай тілдесіп, олар өздерінің жағдайын жасап алады да. Бұларға ең маңызды адам честный болу керек. Сол үшін санасына олар бөледі. Это честное, это нечестный. Осы честность үшін, то есть бұларда жаңа шын дейді ғой, бәрі түгел шын болу керек, шындық үшін күреседі бұлар. Осы күрескен кезде энергиялардың бәрін түгел шашып, бұлар жетістікке жете алмай қалады. Қыздар қандай профессия болуы мүмкін? Кез келген бизнесті мына бестіктер жасай алады. Ол болсын, ол қыз болсын, олардың өте саудаға бейімделген. Сондықтан да бизнес, сауда, жетістік именно осы бестіктерде. Тез қолынан олардың заттар өтіп отырады. Егерде сіздердің отбасыларыңызда сондай адам болатын болса, сатқызып көріңіздер. Дүкен ашып көріңіздер. Бестікті отырғызған кезде сол жерде сауда жүреді. Не үшін? Өйткені коммуникациясы мықты. Өйткені Алла тағала оны именно сол бизнесқа бейімделген қылып жаратқан. Менде мынандай случай болды. Консультацияны адамдар өте көп алады. Инстаграм парақшаға да тіркеліп, сол жақтан да көрсеңіздер болады. Бір военный жұмысына оның бір жыл уақыт қалды. Сонда ол бестік. Сонда ол жұмысынан шығып, заявление жазып, по собственному желанию шығып кеткенде, маған келіп айтады, маған айтыңызшы, мен қандай бизнес жасайым? Не үшін сіз жұмыс жасамадыңыз? Енді бір жыл уақыт қалды ғой десем, болды, мен шыдай алмаймын дейді да. Соншама жыл жүріп, білмеймін, 24 жыл жүрген ба, енді 25-ші жылға келген кезінде ол точка қойды, кетті. Неге? Энергия, потому что солай жұмыс жасайды. Вот соны білу керек та. Мен айтам, мына жақта бір 300 мың ба сондай пенсия алады ғой военныйлар. Маған ол да керек емес дейді. Мен прямо бизнес істегім келіп тұр дейді да. Көрдіңіздер ма? Қанша біз өмір сүреміз, біз өзіміздің энергиямызды білмейміз. Мен тағы да қайталап айтам, Сүтсай ғылымына мыңда бір шүкір, мыңда бір тауба осы уақытқа дейін бізге келгенімізге. Неге? Өйткені бұл нақты ғылым, бұл нақты тугис бізге жол көрсететін. И ол жігіт өзінің бизнесін ашып кетті да. Үлкен дүкен ашты, содан кейін кафе ашам деді. И бітті. Жан дауасы жүзеге асып, мына порхает как бабочка дейміз ғой да. Именно сондай состояниеда жүр. Мен наконец-то мен өзімді таптым дейді. Енді осы уақытқа дейін өте көп адамдар ғой, өздерін таба алмай жүрген. Сондықтан да ғылым бізге өте көп дүниені береді. Тек қана тереңірек қылып сіздер зерттеңіздер. Бұл какой-нибудь жаңа религия емес, бір буддизм, не болмаса христиан діні, ислам діні емес. Бұл кәдімгідей ғылым. Ғылым ретінде дәлелденген. Осы уақытқа дейін қаншама адамдар өмірін өзгертіп жатыр.
Сондықтан да егерде вдруг сіз бестік болатын болсаңыз, ойланып көріңіз, қай жақта сіз жұмыс жасап жүрсіз. Бір кабинетте отыра алмайсыз, это однозначно. Неге? Өйткені сізге бестікке ақша емес, маңызды еркіндік қой. Еркін жүргіңіз келеді. Жаңа военный жігіт енді неге ол шығып кетті жұмыстан? Өйткені ол жақта еркіндік жоқ қой. Представляете, мына мундирді киіп алып, бестікте жүруге. А оның жүрегі нәзік, ол оны көтере алмайды. Бітті, уақыт келді, оның бәрін тоқтатты да. Сондықтан да зерттеңіздер, оқыңыздар, қараңыздар, Инстаграмға тіркеліңіздер. Ол жақтан да мен өте көп эфирларды жүргізгенмін. Плюсовая энергия бестік өте мықты бизнес жасайды. Өте мықты коммуникацияға барады, өте тез қимылдайды да бұлар. Сонан кейін бұлар неге өте көп қарайды? Обращает внимание дейді ғой. Именно олар, особенно қыздар өздерінің беттеріне, бет әлпетіне қарайды. Ең сапасы жоғары қымбат косметикамен пайдаланады. Қымбат жерде жүргісі келеді, қызы да, ұлы да. Самое главное, әйтеуір осы бестік болса болды. Қымбат ресторанда, қымбат киім киіп, қымбат элитный обществода жүргісі келеді бестік. Неге? Өйткені оның логикасы мықты жұмыс жасайды, ол солай жаратқанда. Енді минусовой энергияда қандай? Минусовой энергияда бестікте күрес қосылады. Сол кезде бұның құлағы естімейді, көзі көрмейді. Тоже менде практикада ондай адамдар бар. Мен енді өзім таң қалдым да. Әдемі болғанда да әдемі, вообще бестіктер өте әдемі болып келеді. Енді бестіктің минусовой энергияда әйел адам болатын қосылған кезде әдемі картинка сияқты ғой. Сонда қосылған кезде мына минусовой энергия. До того көзі көрмей, мына құлағы естімей, қопарған кезде отырған жерінің бәрін толық қопарды. Лаңкестік қосылады минусовой энергияда. Сіздер өздеріңізді біліп отырсыздар ма? Неге? Өйткені сіздер үшін ол нечестно, все нелогично, я? Ал өмірде шындық жоқ, өмірде честности нету, логики тоже нету да. Поэтому өмір қисынсыз дейді. Егер де сіздер осы уақытқа дейін сол күреспен жүретін болсаңыздар, онда күрестен кетіңіздер. Неге? Өйткені бостан-босқа өмірлеріңіз өтіп кетеді. Суицид ғылым өте керемет ғылым. Өзімізді таныған кезде біз Құдайымызды танимыз. Әйтпесе, қараңыздаршы, Құдайдың ролін біз өзімізге алып алған кезде сол моменттен бастап біз күйрейміз. Неге? Өйткені әр адам баласын Алла Тағала өзінің махаббатымен жаратқан. Біз тек қана сол махаббатты беру арқылы біздің санамызда трансформация болып, біз өмірімізді өзгерте аламыз. Біз ситуацияны өзгерте алмаймыз. Біз адамның мінезін өзгерте алмаймыз. Біз не істеуіміз керек? Біз тек қана өзімізді өзгертуіміз керекпіз. Бестіктер, сіздер өте мықты адамсыздар. Бестіктермен жүру өте жеңіл, оңай, олардың жолы болғыш. На хлеб с маслом дейді, олар всегда ақша табады өздеріне. Бірақ тоже ақшаны шашып тастайды. Неге шашады? Все-таки оларда внутри сознания, мына санасында оларға хочется признания. Какого признания? Естественно, общественного признания. Ал признание – это тоже иллюзия. Признание – ол тоже елес. Өздеріңізбен жұмыс жасап, өздеріңіздің энергияларыңызды біліп, соны көтеруге тырысыңыздар. Қалай сіздерде мына күрес қосылады, сол моменттер сіздерде слив энергии происходит. И сіздер ауру табасыздар. Қандай ауру? Бестіктер демікпе аурумен ауырады, бронхиальная астма. Олардың бауыры ауруы мүмкін. Содан кейін есінен ауысуы мүмкін бестіктер. Неге? Өйткені жүректері нәзік қой, олар сөз көтере алмайды ғой. Үлкен кісілер бар, мына тойға барады ғой, тойға барған кезінде біздің апаларымыз оған сөз бермеді ме, бітті, ол өпкелек болады. Уақытысымен сөз бермеді ме, маған ана артынан беріп қойды деп. Той бастарды нормально бермеді ме, нормально мата тимеді ме, турецкий емес китайский мата тиіп қалды ма, не болмаса оған просто орамал беріп тастана, бітті, қылт сылт ете қалады. Егер де өзіңіздің аталар, жаңағы апаларыңыз, әжелеріңіз болатын болса, бақылап көріңіздер. Әр кезде олар өпкелегіш болады. Сонан кейін бестік бәрін түгел көбейту үшін келген. Өзімде конкретный кейс болып отыр. Өзімнің енем чисті пятерка 5 қаңтарға дүниеге келген, 16 бала құрсақ көтерген, 14 баланы дүниеге алып келген. Бестік бизнесті масштабировать ету үшін келген адам. Бестік бәрін түгел көбейту үшін келген адам. Бестіктер керемет адамдар. Бірақ та сіздерге минустан кету үшін күресті тоқтату керек. Сол кезде сіздер жетістікке жетесіздер. Келесі видеоға кездескенше